Қайырлы күн, менің құрметті оқырмандарым. Бүгін біз осындай хит болып жатқан осы следиді тоқып үйренетін боламыз. Так, бұл следидің негізгі видеосы YouTube каналда бар. Добрый мир рукоделия деген жерден қарасаңыздар, ол жерде үлкен размер тоқылып көрсетілген. Енді мен соның кішкентай 35-36 размер көрсеткім келіп отыр. Ол үшін әуелі біз 14 столбик тоқып аламыз. Осылай. Осы арқаның ішіне 14 столбик тоқимыз. Көптен бері видео түсірмегесін қолым шығып кетіп жатыр. Так, әуелі 2 воздушный көтерілеміз. Осы 2 воздушный бізде 1 столбиктің рөлін атқарады. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Осылай біз 14 столбик воздушный петлямен қосқанда 14 столбик тоқып аламыз. Неке мен 14 столбик тоқып келдім. Мен осы иран жібінен тоқып жатырмын. Жаңа басында айтып кетейін. Осы қарапайым иран жібімен тоқып жатырмын. Енді мінекей біз 14 әуелі басын кішкентай 35-36 размер тоқитын болсаңыз, 14 столбиктан бастайтын боласыз. Ал егер де үлкен размер 37, 38, 39 үлкен размер тоқитын болсаңыз, онда 12 столбиктан бастайтын боламыз. Неке мен 14 столбигім тоқып алдым. Енді екінші қатарға көтерілеміз. Так, мен осы жерде неке мына воздушный петля, одан кейінгі столбик, соның төбесіндегі мына ілмек менің қосылатын ілмегім. Осы жерге осылай бір ілмекке өтіп аламыз. Так, 2 воздушный көтерілемін. Енді осының дәл түбінен мына жіпті, мына жіпті осылай мен айналдырып бірге қосып тоқып отыратын боламын. Енді әр ілмекке 2 столбиктан тоқимыз. Неке дәл түбіне осылай. Келесі ілмекке де 2 столбик. Әр ілмекке 2 столбиктан тоқитын боламыз. Келесі ілмекке де 2 столбик. Осылай аяғына дейін өзіміз тоқып келеміз. Сонда бізде кішкентай 35 размерге келесі екінші қатарымыз біз 28 столбик болу керек. Ал үлкен размер тоқитын болсаңыз, екінші қатарыңыз 24 столбик болу керек. Осылай екінші қатарды өзіміз айналып тоқып келеміз. Мен екінші қатарды тоқып келдім. Неке осы жерде мысалы мынау воздушный петля, мынау екінші столбик. Осының төбесіндегі осы ілмекке мен қосыламын. Осылай бір ілмекке осылай өтіп аламыз. Так, 2 воздушный көтерілеміз. Так, осының дәл түбінен столбик тоқимын. Келесі ілмекке 1 столбик тоқимын. Келесі ілмекке, мына ілмекке 2 столбик тоқимын.
келесі ілмекке бір столбик тоқимын. Келесі ілмекке 2 столбик тоқимын. Неке бетіп жайлап қарап отырсаңыздар, белгілі уже міне 2 1 2 1 2 1 осылай есептейміз. Неке 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 осылай есептейміз. Бұл біздің уже үшінші қатарымыз. Неке үшінші қатарда уже бізде неке 42 столбик тоқылады кішкентай размерде. Ал үлкен размерде 36 ілмек тоқимыз. Үшінші қатарда уже 36 ілмек столбик тоқимыз. Енді осыны өзіміз аяғына дейін тоқып келеміз. Яғни бір ілмекке 2 столбик, келесіге 1 столбик, 2 столбик, 1 столбик, солай жалғастырып тоқып келеміз. Мінекей мен үшінші қатарды да тоқып келдім. Менде бұл жерде 42 столбик. Яғни мен кішкентай размер тоқып жатырмын қазір. 35 размер тоқып жатырмын. Кішкентай размер бізде мінекей үшінші қатар 42 столбик. Енді мен осы кішкентай размерді енді ары қарай өсірмеймін. Енді тек осы мына 42 столбикті бір столбиктан үстеп тоқып кетереміз. Яғни біз мынадан бастағанда общий 8 қатар тоқимыз. Енді ары қарай мінекей 42 42 42 42 болып ары қарай кете береді. Ешқандай бас қоспаймыз. Осы бір столбикка, бір ілмекке бір столбиктан, бір ілмекке бір столбиктан айналдырып тоқып кете береміз. Ал егерде үлкен размер тоқитын болсаңыз, неке қазір сіз үшінші қатарда 36 столбик тоқып келген болсаңыз, енді келесіде сізге 48 столбик керек болады. Ол үшін қазір былай қосылып алсаңыз, былай қосылып алғаннан кейін, бір ілмекке қосылып алғаннан кейін, сіздер уже неке бір ілмекке 2 столбик, содан кейін дара 1 столбик, тағы 1 столбик, содан кейін 2 столбик, дара 1 столбик, тағы 1 столбик. Яғни 2-ге 2, 2 столбик, сосын дара 2 столбик тоқисыз. 2 столбик, дара 2 столбик, дара 1 столбик, дара 1 столбик. Сонда бәрін қосқанда сізде 48 столбик шығу керек келесі қатарда. Енді бұл 38 размерде сіздер общий 7 қатар тоқисыз. Общий 12-ні бастағаннан аржа 48 болып кетеді. Общий мынандай ғой. Общий деп отқаным мінекей мынау следидің басы. Менде қазір кішкентай размер мінекей 1 2 3 4 5 6 7 8 қатар кішкентай размерде. Мен мінекей 8 қатар тоқимын. Ал жаңағы үлкен размер следи тоқитын болсаңыз, сіздер 7 қатар тоқисыздар. Яғни 12-ден бастайсыз және 48 столбик. Ең соңғы мына столбиктарыңыз 48 столбик болу керек. Сонымен сіз общий 7 қатар тоқитын боласыз. Енді мынаған мінекей мен ешқандай бұған бас қоспаймыз. Бір ілмекке бір столбиктан, бір ілмекке бір столбиктан айналдырып тоқып кете бересіздер. Әр ілмектің басына бір столбиктан. Осылай аяғына дейін айналдырып тоқып келеміз. Сонда біз былай санасаңыз 42 столбик болу керек. Және 8 қатар тоқып келуіміз керекпіз. Мен міне 8 қатарымды тоқып келдім. Жаңа айттым. 35 размер болатын болса, общий 8 қатар тоқимыз. Ал егер үлкен размер тоқитын болсаңыз, общий 7 қатар тоқитын боласыз. Осындай мінекей. Мынау 8 қатар, кішкентай размер. Енді қыздар мен көчегім
Так, екілік крючок болу керек ма? Неке мына жерде екен ғой. Екілік крючокпен тоқимын. Екілік крючокпен тоқып отырмын. Енді біз неке осындай әдемі өрнегін шығаруға келдік. Енді мінекей қарап отырғаныңыздай, мінекей мына екі жағындағы өрнек басынан бастап осылай аяғына дейін осылай тоқылып отырады. Мына жағында да солай. Басынан бастап аяғына дейін осылай тоқылып отырады. Бізге тек ортасында осы мынау ягода дейміз ба, мынау клубника ма, нал дейміз. Тек осы жерді ғана шатаспай, осы жерді ғана тоқып отырсақ болады. Так, енді біз мінекей кішкентай 35-ші размер кішкентай тоқитын болсақ, басына 12 столбик тоқып аламыз әуелі. Әуелі 12 столбик тоқып аламыз. Ал үлкен размер болатын болса, 13 столбик тоқып алатын боламыз. Неке 12 столбик тоқимын. Мен кішкентай размер тоқып жатырмын, сондықтан мен 12 столбик тоқимын. Үлкен размер болса, 13 столбик тоқып аласыздар. Так, мына жерде мен түбінен бастаймын осылай мінекей. Мынау 1 столбик болып есептеледі. Мына жерде бәрінде де, мысалға, мына жерде барлығында да осы воздушный петляны 1 столбик деп есептеп алатын боласыздар. Мынау мінекей 1 столбик. Түбінен аламын. 2, келесіге 3, 4, 5, 6. Мінекей 12 столбигім тоқып келдім. Енді так, қазір кішкентай размерде, 35-ші размерге 2 воздушный көтерілеміз. 1, 2 воздушный. Ал егерде үлкен размер тоқитын болсаңыз, 3 воздушный көтерілесіз. Так, накетімізді аламыз да, мына жерде 3 ілмек қалдырамыз. 1, 2, 3 ілмек қалдырамыз. Ал үлкен размер болса, 4 ілмек қалдырасыздар. Неке осылай осы жерде осы ілмекке неке 1 столбик, дәл осы жерге 2 столбик, 2 воздушный, дәл осы жерге тағы да 2 столбик тоқимыз. Бұл біздің қапталымыздағы, мына қапталдағы, 2 қапталдағы өрнегіміз шығатын. Мына 2 қапталдағы өрнек бұл шығатын. Енді мына жерде біз 4 воздушный көтерілеміз. 1, 2, 3, 4. Үлкен размерге 5 воздушный көтерілесіз. Так, накетімізді аламыз. Енді мына жерде 5 ілмек қалдырамын. Неке мынаның түбінен бастап. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі ілмекке тоқимыз. Үлкен размерде мына жерде 6 ілмек қалдырасыздар. Үлкен размер тоқитын болсаңыз, 6 ілмек қалдырасыз. Так, енді 1 столбик тоқыдық, 4 воздушный. 1, 2, 3, 4. 2 размерде де үлкені болсын, кішісі болсын, осылай 4 воздушный аласыздар. Накетіміз аламыз да, дәл осы жерге, дәл түбіне, осы жерге тағы 1 столбик с накетім тоқисыздар. Енді екінші бетіне өтіп жатырмыз біз. Неке. Мынаны тоқып келдік. Енді екінші бетіне өтіп жатырмыз. 4 воздушныйымыз. 4 воздушный. Так, накетімізді аламыз да, 5 ілмегімізді тастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Келесіге үлкен размерге мына жерге 6 ілмек тастайсыздар. Үлкен размер тоқитын болсаңыздар.
2 столбик, 2 воздушный, 2 столбик. Екі воздушный емес, мінекей мына жақтағы тоқылған, мына жақтағы тоқылған 2 воздушный. 2 воздушный және 3 ілмек. 1, 2, 3 ілмек. Үлкен размерге 4 ілмек тастайсыз. Енді ары қарай біз мінекей осыны енді біз аяғына дейін мына жерге дейін тоқып келеміз, мына жерге дейін. Яғни 11 столбик болу керек. Мына жеріміз 11 столбик болу керек. Ал үлкен размерде 12 столбик болу керек. Осылай санап мына жерге дейін 11 столбик тоқып келеміз. Мінекей мен аяғына дейін тоқып келдім. Осылай 2 воздушный көтерілеміз де, енді мына жердегі 12 столбигімізді мына жерге дейін, мына жердегі 12 столбигімізді тоқып келеміз. Мінекей 12 столбигімізді тоқып келдік. Енді мына жерде мінекей 2 воздушныйымыз, үлкен размерде 3 воздушный. Так, енді мынаның төбесіне осылай тоқисыздар. 2 столбик, 2 воздушный, 2 столбик. Енді мен мана көрсеттім, мінекей. Бұл енді бізде осылай следейдің аяғына дейін осы жерлер осылай тоқылып кете береді. Енді бұл жерді мен қазір түсіндіріп отырмаймын. Мына жағында да осылай аяғына дейін осылай тоқылып кете береді. Енді біз тек мына ортамен жұмыс істейтін боламыз. Мына екі шеті түсінікті деп ойлаймын. Тек осы жермен жұмыс істейтін боламыз. Енді мына жерде мен бір воздушный көтерілеміз, тек бір воздушный. Енді мына жердегі мына арканың ішіне осы жерге 10 столбик тоқитын боламыз. Сына кедім. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Үлкен размерде де, кішкентай размерде де осы 10 столбик тоқылатын болады. Так, бір воздушныйымызды көтерілеміз де, мінекей екінші жағына көшеміз осылай. Енді осыны ары қарай аяғына дейін өзіңіз тоқып келесіз. Так, 2 воздушныйымыз, үлкен размерде 3 воздушный тоқылады. Енді мінекей ары қарай мына жерде қалған 11 столбикті, үлкен размерде 12 столбик, қазір кішкентай размерде 11 столбикті өзіміз осы аяғына дейін тоқып келетін боламыз. Мінекей мен мына жерге дейін тоқып келдім. Мінекей мына жағын бәрін айналдырып, осылай өзіңіз тоқып келесіз. Так, енді мінекей бір воздушный көтерілеміз осы жерде, бір воздушный. Енді накетімізді аламыз да, мына 10 столбиктің басына қайтадан 10 столбик тоқимыз, но арасына бір воздушныйдан тастап кететін боламыз. Мінекей накет бірінші столбиктің басына тоқимын осылай. Міне бір столбигімізді тоқыдық, бір столбигімізді тоқыдық, бір воздушный. Келесіге бір столбигімізді тоқимыз, бір воздушный. Бір столбигімізді тоқыдық, бір воздушный. Осылай арасына бір воздушныйдан қалдырып отырасыздар. 10 столбик тоқимыз,
арасына осылай бір воздушный бүйтіп қалдырып отырасыздар. Осыны енді осылай аяғына дейін тоқып келеміз. Айналдырып, осы жерде келесі қатардың осы жерінде кездесетін боламыз. Неке 10 столбикқа 10 столбик арасына бір воздушный. Бір воздушный. Осылай осы қатарды айналдырып тоқып келеміз. Неке осы жерге дейін тоқып келдім. Мына жер бізде осылай болып шығады неке. Бір столбик, бір воздушный, бір столбик, бір воздушный, бір столбик, бір воздушный болып осылай шығады. Енді біз келесі қатарда уже мына жерде 2 воздушный көтерілеміз. 1, 2 воздушный көтерілеміз. Накид. Міне әуелі бірінші столбиктің басына тоқимыз. Бірінші столбиктің басына тоқимыз осылай. Бір столбик с накидом тоқимыз. 2 воздушный. Накидімізді аламыз да енді осы тұрған мынаны және екіншісін. Мынаны екеуін қалдырамыз да осының ортасынан алып тоқимыз. Осылай болып шығады. 2 воздушный. Накид. Енді тағы да 2 столбик қалдырамыз. 2 воздушный. 1-2 столбик қалдырамыз. 2 воздушный. 1-2-ін қалдырамыз. 2 воздушный. Және мына 2 бізде столбик қалды. Енді осы соңғы столбиктің басына тоқимыз осылай. 2 воздушный. Енді ары қарай тағы да айналдырып өзіміз тоқып келеміз. Мінеке мен айналдырып тоқып келдім. Енді қарап отырсаңыздар, мінеке бізде мінеке мына жерде осылай қарап отырсаңыз, мінеке мына жердегі мына арканы қоспайсыз, мына жақта мына арканы қоспайсыз. Сонда бізде мына жерде мінеке 1, 2, 3, 4, 5 арка қалып тұр. Осылай сізде 5 арка қалу керек. Мінеке мынаны қоспайсыз. Сонда сізде мінеке 1, 2, 3, 4, 5 арка қалу керек. Енді біз осы 5 аркаға мінеке осылай пушистый нелер тоқитын боламыз, осындай столбиктарды. Әуелі мінеке 1, 2, 3, 4, 5. Жаңаға 5 аркаға осылай 5 столбикті қоламыз. Пушистый столбикті қоламыз. Енді мен бұл жерде кішкентай размерге 2 воздушный көтерілемін. 1, 2 воздушный көтерілемін. Ал үлкен размерге 3 воздушный көтерілесіздер. Енді неке накидімізді аламыз. Неке мына бірінші аркаға тоқитын боламыз. Осылай созыңқырап аламыз. Бұны ұстап тұрамыз неке. Осылай ұстап тұрасыздар. 2, біз бір столбик алдық неке. 1, мынаны ұстап тұрамыз. 1, 2, ұстап тұрамыз. 3, ұстап тұрамыз. 4,
5 неке. Осының бәрін енді мықтап ұстап тұрамыз да осылай өткізіп аламыз. Неке осылай бүйтіп тексеріп алсаңыздар болады. Неке мына жіп бізде, неке мына жіп тартылып тұру керек осылай. Енді тағы бір воздушный аламыз. Неке осылай шығу керек. Келесі аркамызға да әуелі осылай столбик аламыз. Не зат дейтін, накид аламыз. Накидті да осылай ұстап тұрамыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Осы бесеуін осылай өткізіп аламыз. Тағы бір воздушный тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Ортасына осылай бір воздушныйдан тоқып отырасыздар. Неке үшеуін тоқыдық, келесі төртінші. Біреу, накид, екеу, накид, үшеу, накид, төртеу, накид, бесеу. Бәрін қатты ұстап тұрамыз да осылай өткізіп аламыз. Бір воздушный. Неке накид, біреу, накид, екеу, накид, үшеу, төртеу, бесеу. Қатты ұстап тұрамыз. Енді мына жақта бізде екі воздушный. Екі воздушный. Бір, екі воздушный. Енді ары қарай өзіміз тоқып кете береміз. Неке осындай 5 пампушка столбиктар шығу керек. Енді біз мына 5 пампушканың арасына мына жерде мінеке 1, 2, 3, 4-еуін тоқимыз. Так, енді біз 3 воздушный көтерілеміз. 1, 2, 3 воздушный. Ал егер де үлкен размер тоқитын болсаңыз, онда 4 воздушный көтерілесіздер. Накид, неке, екеуінің ортасынан үшедім. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі екеуінің ортасынан жерге 1, 2, 3, 4, 5. Келесі екеуінің ортасына 1, 2, 3, 4, 5. Соңғы 1,
2, 3. Осылай саусақпен қатты басып ұстап тұрамыз. 4, 5. 3 воздушныйымыз. 1, 2, 3. Үлкен размер болса 4 воздушный. Енді болды, ары қарай өзіміз тоқып келеміз. Неке айналдырып тоқып келдік. Енді неке мына 4 пампушканың ортасына мына жерге 1, 2, 3. 3 пампушка тоқитын боламыз. Неке мына жерге, мына жерге, мына жерге. Енді біз 3 воздушный көтерілетін боламыз. 1, 2, 3. 3 воздушный. Үлкен размерге 4 воздушный көтерілетін боласыздар. Неке. Енді 4 пампушканың ортасынан тоқитын боламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Тағы бір воздушный аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Біреу, 2, 3, 4, 5. Так, енді бізде 3 воздушный. 1, 2, 3 воздушный. Үлкен размерге 4 воздушный. Енді осылай ары қарай қалған жерін өзіміз айналдырып тоқып келеміз. Так, енді біз 2 пампушка тоқитын жеріміз қалды. Так, 4 воздушный аламыз. 1, 2, 3, 4. 4 воздушный алдық. Үлкен размерге 5 воздушный петля аламыз. Так, 4-еуін алдық. Енді мына 3 пампушканың ортасына 2 пампушка тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Бір воздушный. Екінші пампушкамыз тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Да, екінші бетіне де 4 воздушный. 1, 2, 3, 4 воздушный. Үлкен размерге 5 воздушный. Енді ары қарай қайтадан тағы өзіміз айналдырып тоқып келе береміз.
Бізде соңғы бір помпушка тоқитын жеріміз қалды. Так, енді біз 5 воздушный көтерілеміз. 1, 2, 3, 4, 5. Үлкен размерге 6 воздушный петля көтерілеміз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Бір, екі, үш, төрт, бес. Үлкен размерге 6 воздушный петля. Болды, мінекей. Енді осыны біз аяқтаймыз. Осыны біз енді осы жерге дейін тоқып келеміз де аяқтайтын боламыз. Мінекей, осы жерге дейін тоқып келеміз де осы соңғы ілмекке осылай бір ілмекке өтіп аламыз да осы жерді қиып тастаймын. Болды. Бізде енді сонда осылай следидің басы шығады осылай. Мінекей. Мына жерде аяқтадық. Осындай следидің басы шығады. Енді біз табаны тоқитын боламыз. Так, енді осылай жебімізге осылай крючок жасап аламыз. Неке ілмек осылай ілмек іліп аламыз. Енді мінекей осылай өзімізге қаратып, өрнегін осылай өзімізге қаратып, мына жерде мына столбиктің басынан бастаймыз. Осы ілмегімізді іліп аламыз. 2 воздушный көтерілеміз. Мына жіпті мен қосып отырып осылай тоқып жіберемін. Так, мына келесі столбиктің басына бір столбик тоқимыз. Мына ортадағы 2 воздушныйға бір столбик тоқимыз. Үлкен размерге де, кіші размерге де осы жерге бір столбик тоқимыз. Так, келесі 2 столбиктің басына бір-бірден тоқимыз осылай. Келесі столбиктің басына да бір столбик тоқимын. Енді мына жерде бізде 2 воздушный, осыған 2 столбик тоқимын. Үлкен размерде 3 воздушный болады. 3 воздушныйға 3 столбик тоқисыздар. Сонда мінекей бізде мына жерде общий 7 столбик. Мына воздушный петляны қосқанда 7 столбик тоқылады. Ал үлкен размерде 8 столбик тоқылады. Енді ары қарай каждый столбиктің басына тоқып кете бересіздер. Каждый ілмектің, каждый столбиктің басына бір-бір столбиктан тоқып кете береміз. Осылай тоқып келе береміз. Неке каждый ілмектің басына осылай тоқисыздар. Неке мына жерде де мысалға қосылған жерде осы жерге де міндетті түрде неке каждый ілмектің басына тоқисыздар. Неке
мына жерге бір ілмек, мына жерге бір ілмек, мына столбиктің басына бір ілмек, мына столбиктің басына да бір ілмек, мына столбиктің басына да бір ілмек. Осылай ары қарай тоқып кете бересіздер. Екінші басына қарай келдім. Осы жерде мына екі воздушныйға екі столбик тоқимыз. Үлкен размерде 3 воздушныйға 3 столбик тоқисыздар. Мына столбиктің басына, мына столбиктің басына, ортада бір столбик, қалған екі столбиктің басына екі столбик. Бұл жағында да бізге 7 столбик келіп қосылады. Екі воздушный. Сонда бізде мінекей бұл жерде бізде мына жеріміз түгел осылай 37 столбик болу керек. Міндетті түрде санасаңыздар болады. 37 столбик болу керек. Үлкен размерде міндетті түрде 37 столбик болу керек. Кішкентай 35 размерге кішкентайға 37 столбик болу керек, ал үлкен размерге 41 столбик шығу керек. Менде қазір 37 столбик мына жерім, үлкен размерде 41 столбик шығу керек. 41. Екі воздушный көтерілеміз. Екі воздушный көтерілемінде енді кейін қаратып, мына жағынан бастап, мына жағынан тоқимыз, іш жағынан. Бұлай тоқимыз енді. Осылай міндетті түрде мінекей мына түбіндегі ілмектен алып бастап тоқимын мен. Осылай тоқи береміз. Осылай тағы да аяғына дейін, мына жерге дейін 37 столбик тоқып келеміз. Бұлай екі бетке алма кезек алып тоқып отырамыз ғой. Екі бетіне алма кезек алып тоқып отырамыз енді. 37 столбиктан кем не артық болмау керек. Әр санап, қатарды әр санап бітірген сайын 37 столбик па, 37 емес па, соны міндетті түрде тексеріп отырғаныңыз өзіңізге жақсы. Екінші қатарды аяқтап қалдым. Осылай бітіргеннен кейін міндетті түрде санап шығыңыз. Столбикті санап шығамыз. 37 столбик болу керек міндетті түрде. Мына жерде басындағы воздушный петляны, мына воздушный петляны қосқанда, мына жердегі воздушный петляны қосқанда 37 столбик болу керек. Мінекей. Мына жерде бітірдік қой, мінекей. Воздушный петля көтерілеміз. Осыны бірінші столбик деп есептейміз. Екінші бетіне айналамыз. Мінекей. Түбінен бастап, осылай түбіндегі ілмектен бастап тоқисыздар. Мінекей, уже екеу болып, ары қарай үшеу, төртеу деп ары қарай тоқып кете бересіздер. 37 столбик. Әр бұлай екі қатарға алмастырып тоқимыз. Сонда 37 столбик. Міндетті түрде 37 столбик болу керек. Енді осыны өзіңіз қалаған размерге, тоқып келесіздер. Мысалға мен аяғым, мен өзім аяғым 35 размерге. Мына менің 35 аяғыма размерге дәл келеді. Мысалға, жерде мен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 қатар тоқыппын.
7 қатар тоқыппын. Неке кішкентай размер болса 6-7 қатар тоқысаңыз болады. Ал үлкен размер болса 38-39 размер болса 7-8 қатар тоқисыздар онда. Неке мына өкшенің мына жер табан, яғни біз тоқып атқанымыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Қазір мынау 35-ші размер кішкентай істеді. Мен осыған 7 қатар тоқыппын. Ал үлкен размерге даже 8 қатар тоқып келсеңіз болады. Неке мен тоқып келдім. Мына жерде мен 7 қатар тоқыдым. Осындай түзу, осылай түп түзу әдемі болып шығу керек. Қатарлаңыз, неке түп түзу болып осылай шығу керек. Неке 7 қатар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 қатар тоқып келіппін. Енді біз өкшені шығарамыз. Ол үшін бізге осындай 2 түйреуіш керек болады. Енді неке воздушный петляны қосқанда біз мына жағында 14 столбик қалдырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Мынау бізде 14-ші. Осы 14-ші столбикке осылай кезіп қоямын. Так, тағы бір санап жіберейін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Мына жағында да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-ші столбикке. Ал енді сізде үлкен размер болса, онда 16 столбик қалдырасыз. 16 столбик қалдырасыз да 16-ші столбикке осы түйреуішіңізді қадайсыз. Мен қазір міне 14-ші столбикта тұр. Үлкен размер болса, онда 16-ші столбикке тағасыз. Мына жағында да солай. Мен қазір 14-ші столбикке қададым. Ал үлкен размер болса, онда 16-ші столбикке қадайсыз. Енді бізде мына жерде ортада 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 столбик қалу керек. Мынадан бастап есептеймін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Неке, мына 2 столбиктің басын қосып есептейсіз, сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Үлкен размерде де, кіші размерде де осы жерге 11 ілмек қалдырасыз ортасында. Енді осылай ілмек алып аламын. Енді мінеке мына түйреуіштің басындағы ілмектен аламыз. Осы жерден аламын. Бір воздушный көтерілемін. Осыны ары қарай енді мына жерге дейін тоқимыз. Так, мынау біздің бірінші ілмегіміз. Келесіге без накида столбик тоқимыз. Екеуі тоқыдық. Үшеуі тоқыдық. Төртеу тоқыдық. 4 столбик тоқыдық. Енді біз
қарап отырсақ, енді біз қазір мына екі қапталдан алып тоқып отыратын боламыз. Енді біз мінекей мынаны уже тоқып алып кеттік. Бізде енді келесі алатынымыз мына артындағы мына столбиктің басындағы ілмек келесі айналып келгенде тоқитынымыз. Сол үшін де шатысып қалмас үшін уже мынаған аламын деп, мына ілмекті тоқимын деп, келесіде осы ілмекті тоқимын деп, осы жерге осыны белгілеп кетсеңіз болады. Келесі айналып келгенде осы ілмекті алып кететін боламыз. Қазір келе жатып оны түсіндіремін. Так, 4 болды. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мінекей, бізде 11-ші столбик қалды. Соңғы мінекей столбиктің басындағы осыны осылай іліп аламыз. Мінекей, 2 ілмек қалады. Енді келесі ілмекке тағы аламыз. Бізде 3 ілмек болады. Осы үшеуін бір өткізіп аламыз осылай. Бір өткізіп аламыз мінекей. Енді мына түйрешімізді аламыз да. Мінекей, бізде енді келесі мына қапталдан алып тоқи беретін боламыз. Енді бұл жақта бізде мінекей мына столбиктің басы уже алынып кетті. Енді бізде келесі мына столбик қалып тұр. Так, осыны осылай іліп белгілеп алып отырамыз. Так, мінекей 3 ілмекті осылай іліп алдық. Енді следейімізді екінші бетін айналдырамыз. Біз мінекей следейді тоққанда міне табанымыз осылай өзімізге қарап тұру керек. Осы жақтан бастаймыз мінекей осылай. Мынау алды бетті. Мінекей осы жерден осылай бастаймыз. Следейімізді осылай қаратып қойып, осылай бастадық. Мінекей 3 ілмекті ілдік. Енді біз осыны екінші бетіне айналдырамыз. Уже бұлай болып келді. Так, енді біз воздушный петля көтерілмейміз. Сразу түбіндегі ілмекке тоқып кетеміз. Санаймыз, міндетті түрде санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Және мына жерде соңғы ілмегіміз болу керек біздің мына жерде. Осыны осы жерден осылай тауып аласыздар. Осыған міне 11 деп ілеміз. Бұны до конца ілмейміз. Осылай 2 столбик, 2 ілмек бізде қалу керек. И манағы мінекей қалдырып кеткенін, белгілеп қалдырып кеткен осы ілмекке іліп аламыз. Не, мана шатысып кетпес үшін осыны біз осылай қалдырып кеткен болатынбыз. Мен бұл мына түйреушісіз ақ мен тоқи беремін, ал сіздер енді бірінші рет тоқып атсаңыздар, сіздерге түсінікті болсын деп осылай көрсетіп отырмын. Мінекей, бұл мінекей 2 қапталда. Мінекей 2 қапталда. Енді біз мінекей мына 2 қапталдан алып отыратын боламыз. Әр келген сайын 2 жақтан алма-кезек алып отыратын боламыз. Енді біз мына жерден 1 ілмек алып кетеміз. Қазір мына түйреуіштегі ілмекті алып кетеміз. Мінекей мынаған қосып, осыны алып кететін боламыз. Мына түйреуіштегі ілмекті алып кетеміз.
міне бізде 2 ілмек тұр. Осыны 3-ші ілмек қылып алып кетеміз. Мына түйрешті алып тастасақ та болады. Егер де түсініп тұрсаңыз. Мінекей. Мына түйрештегі ілмек жаңағы. Осыны осылай 3-ші қылып алып кетеміз. Егер де шатысамын десеңіз, міне келесі ілмекке. Осы түйрешіңізді өйстіп қалдырып кетіңіз келесі ілмекке. Бізде міне 3 ілмек. 3 ілмекті осылай бірге алып аламыз. Воздушный көтерілмейміз. Екінші бетке айналамыз. Воздушный көтерілмейміз. Мына ілмегіңізді сәл осылай тартыңқырап. Келесі айналымда тоқылу оңай болу үшін осыны осылай сәл тартыңқырап алсаңыз болады. Дәл түбінен 1, міндетті түрде санап отырыңыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 және 11-ші ілмек. Осы жерден 11-ші ілмекті аламыз. Осылай 2 ілмек қалдырамыз. Енді мінекей келесі ілмек біздегі мына түйрештегі тұрған ілмек. Сол ілмекті алып аламыз. Осы ілмекті 3-ші қылып осылай алып аламыз. Егер де шатысып қалам десеңіз, келесі айналымда шатысып қалам десеңіз, мына келесі ілмекке, мына жақта келесі ілмекке осыны қалдырып кетіңіз. Мінекей бізде 3 ілмек. Осыны сразу осылай үшеуінде бір өткізіп аламыз. Екінші бетке айналамыз. Болды міне. Осылай енді әр мынаяқтан енді қазір мына ілмекті алып кетеміз. Ары қарай айналып мына ілмекті алып кетеміз. Осылай екі жаққа айналып тоқып келе береміз. Мына ілмегіңізді сәл осылай тартыңқырап алыңыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не, соңғы ілмегімізді тауып аламыз. Осы жерден 11 деп екі ілмек тұрады. Енді мына түйрештегі ілмекті алып аламыз. Түйрештегі ілмекті алып аласыз осылай. Сонымен не 3 ілмек болады. Осы 3 ілмекті бірге өткізіп аласыз. Енді мен мысалға өзім мына жаққа уже түйреушісіз ақ уже біліп отырам. Келесі ілмектің қайсысы екенін. Неке белгілі уже. Мына столбиктің басындағы ілмек кетті. Неке келесі ары қарай алып отырасыздар солай. Так, екінші қатарға айналамыз. Сәл ілмекті тартып алып тоқысаңыз өзіңізге оңай. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мына жерде 11-ші ілмекті тауып аламыз осылай. Екі ілмегіміз қалады. Енді мына түйрештегі ілмекке аламыз. Түйрештегі ілмегімізге мінекей. Қарап отырсаңыз, мына ілмек кетті, уже тоқылып кетті. Бізде мынау міне тоқылмаған ілмек. Осыған
осылай аласыздар. Мына 3 ілмекті сразу осылай бірге аламыз. Болды. Осылай аяғына дейін өзіміз тоқып келе береміз. Міндетті түрде санап отырсаңыздар болады. Мен санамай-ақ та тоқи берем. Ал бірінші бастаған кезде санап отырған дұрыс. Үйреніп кеткенше санап отырған дұрыс. Осылай аяғына дейін өзіміз тоқып келеміз өкшесін. Так, менде мына фиолетовый кішкене. Мына видеоға дұрыс көрінбейді. Вообще осылай болып шығу керек мінекей. Мінекей мен аяғына дейін тоқып келдім. Мінекей бізде осылай болып шығады. Мінекей өкшеміз. Осы мына шетте қалу керек осылай. Енді жиек дейтін боламыз. Неке осындай жиек дейтін боламыз. Мысалға мынау алды бізде. Неке. Мына жерде осындай, мысалға мынаны арка деп алатын болсақ, мен мысалға мына жерде 3-еуін қалдырдым. Сіздер 2-еуін қалдырсаңыз да болады. 2 арка қылып тоқсаңыз да болады. 3 арка қылып тоқсаңыз да болады. Неке. Осы жерде. Мына жердегі мына түбіндегі ілмекті қалдырамыз да, накид аламыз да, келесі ілмекке тоқимыз. Осы дәл осы жерге 5 столбик тоқимыз. 1, дәл сол жерге. 2, 3, 4, 5. Так, бір ілмек қалдырамыз да, келесі ілмекке без накида алып, осылай қосылып аламыз. Так, накид аламыз да, так, бір ілмек қалдырамыз да, келесі ілмекке 5 столбик. Дәл осы жерге 5 столбик. Үшеу, төртеу, бесеу. Так, бір столбик бір ілмек қалдырамыз да, келесі ілге осылай қосылып аламыз. Так, накид, бір ілмек қалдырамыз да, келесі ілмекке 5 столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Енді мына жақта бізде уже мына жерде қатар ілмек жоқ. Енді мына жердегі соңғы мына жердегі столбикке осылай қосылып аламыз. Мына жіпті осылай қосып тоқып жіберемін. Осыған осылай қосылып аламыз. Так, енді мынау біздің манағы тоққан 7 қатарымыз, манағы табандағы 7 қатар мынау. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 қатар манағы. Енді мынау 7-шісіне без накидамен ілініп алдық. Енді мына қатарға 7 столбик тоқимыз.
5 столбикті оқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Так, келесі қатарға мына жерге бүйтіп қосылып аламыз. Неке, бізде осылай болып шығу керек. Осылай ары қарай өстіп айналдырып өздеріңіз тоқып кете берсеңіздер болады. Мына жерге қазір мына жерге 5 столбик, мына жерге қосылып аласыз. Мұнда 5 столбик, мұнда қосылып аласыз. Неке, мен осылай тоқып келдім. Бастаған жеріміз. Осылай тоқып келдім. Енді мысалы жерде 3 арқа қалдырсаңыз да болады. Мен 2 арқа қылып көрсетейін деп тұрмын. Так, накетамызды аламыз да, осы жерде кез келген бір ортадағы ілмектен осылай аламын. Ілмектен аламын. Кәдімгі ілмекке осылай өтуіміз керекпіз. Дәл сол ілмектен мен 6 столбикті оқимын. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Енді мына ортада бір помпошканың үстіне осылай бір ілмекке қосылып аламын. Енді келесі бетке де осылай бір ілмекке 6 столбик тоқып аламын. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Енді следеміздің екінші қаптарын тоқитын боламыз. Мына жерге бір ілмекке осылай қосылып аламын. Енді мына жерге арқа тоқимын. Мына жерге қосыламыз. Мына жерге арқа тоқимыз. Мына жерге қосыламыз. Мына жерге арқа тоқимыз. Мына жерге қосыламыз да, мына жерге бір ілмекке қосылып аяқтаймыз. Неке, осылай соңғы бір ілмекті тоқып аламыз да, енді осы жерге мен осы ілмекке, мына тұрған ілмекке осылай бір ілмекке өтемін. Тағы бір ілмек аламыз да, осылай аяқтаймын. Так, мына іш жағына осылай өткізіп жібереміз. Неке, біздің слетейіміз дайын болды. Осындай әдемі
следи тоқып шығардық. Аяққа кигенде өте әдемі, жинақы өте әдемі болып тұрады. Менің шортс видеоларым бар, қарап жүрген болсаңыздар. 35-ші размер менің өзім аяғыма киіп түсірген следиларым бар. Осы следиді киіп түсіріп көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар.